жасау үшін шпатель, коробка и айуан. Мен ар жақта отырсам, Асылназбен шақырып алды қасына бір нәрсе көрсетем деп. Біздің Асылназ білесіздер ғой, творческий бардак. Қараңыздар. Вау, кән тоқташы. Мынау не нәрсе бұл? Жапырақ қой. Жапырақ, мынау. В общем, мынандай біздің Асылназдың таппайтын жоқ қой, мынандай глина ғой, в общем, мынау пластилинге жатады. Тура ана ауылда болушы еді, баяғыда біз балшықпен ойнайтын, тура сондай нәрсе ғой мынау. Вау, қандай күшті. Ненің суреті мынау? Жапырақ. Көрінбеймін. Вау, қалай жасаған мынау? Достар, андай пластилин сияқты да емес, андай пластилин бір андай не болады ғой? Түсіп қалады ғой мынау, прям қатты гипс сияқты жабысып қалған. Не үшін шақырдың? Мен Асылназ мама деп қоймай шақырды. Қалай шығардың бұны? Не үшін шақырдың? Обычный картонға. Асылназ, бұны қанша уақыт жасадың сен? Мен ба? Мен оны бір күнде жасап тастадым ғой. Оңай прям. Негізі бұл бір аптада жасайтын зат қой. Тағы да іңкәр, Асылназ, сенде не бар еді ғой? Басқа түрлері де бар еді. Бір нәрселер істеп жатыр едің ғой, менен тығылып. Олар қайда? Бірақ оны бұзып тастадым. Сонша еңбегіңді ма? Не істейміз енді? Қайтып жасадың, неше күнде жасадың, давай. Мен оны примерно 3 сағатта жасап тастадым. В общем, мама, сіз білесіз ғой, мен осындай шұқыма жұмыстар жасауды жақсы көрем. Қазір осы фломастерлермен бояп шығайын ба? Жоқ, құртпай ақ қой оны. Достар, мен сіздерге бұл қалай жасағанды айтайын ба? Бұл магия. Магиясы не? Соны көрсетпекшісің ба маған? Иә. Давай, көрейік. Иә, бізге осындай пластилин керек болады. Ал енді жұмысымызды бастаймыз. Юху! Достар, Асылназдың келесі творениесі бұл бізде бөлме.
Міне. Бұл қай жағына қараймыз? Қай жағы бас жағы? Осы ғой. Енді достар, бұл қай бөлме? асхана көрінбей тұр, міне. Тамақтар тұр, холодильник тұр. Сосын бізде осындай фонарик болу керек. Қараңыздар, фиолетовый фонарик. Осындай қызыл басатын затымен. Оның жарығы типа. Бұның бұл заттың Суть. Оған типа бір қара зат жасауымыз керек. Астында қара фон керек, в общем, бізге. Менде қарадан тек қана сумка бар. Сумка, давай көрейік. Бұлай, главное бізге көрсек болды ғой. Давай. Міне. Енді осы қап-қараңғы болып келген. Енді мына фонаригімізді аламыз да. Қазір уже. Міне. Қай бөлме бізге түсіндірші? Столдың үсті ма? Иә, мына стол үсті. Фонарикпен қараймыз. Мына банан, алма и ет па? Ет. Шетінде тұрған ет. Мына сурет бар екен. Терезе ма? Терезе. И холодильник. Есігі ма? И зеленый ковер. Бай төбесінен қарағанда стол ғой сонда бұл, е? Иә. Фонаригін қандай көрсетші? Мына фиолетовый. Ух ты. Не деген идея мынау. И бұның авторы, конечно же, Асылназ. Өзім де таңғалып қалдым жасаған кезде. Күшті мынау еще неге істеген? Файл ма? Иә, файл. Одноразовый файлдар ғой. Ой, өткенде мен файл таппай жүрсем, в общем, осындайға құрбандыққа кетіп қалыпты ғой. Творениеге. Банан, қызыл алма, холодильниктің есігі. Мына жақтағы не, шкаф па? Оранжевый, сол не? Жоқ, просто обои же. Күшті екен, е? Қара фон болмаса шынымен көрінбейді екен ғой бұл. Иә. Екінші номерлі аруымыз кім? Екіншісі бізде өте интересный зат. Бұл енді өмірде пайдаланатын заттар. Маны енді ашын ойын үшін жасағанмын. Ал ол болса өмірде керек зат. Қатты керек емес, сән үшін. Мен бұны көргем Асылназың жасап атқан. Мынау біздеші. Бір-екі рет, потому что мен Асылназ қолданғам сен сабақта кезде. Мынағанша телефон салып қойдым да. Телефоның қайда өзіңнің? Салып көрсетейікші тақтамын. Это типа телевизор. Осылай кино көре бересің. Маған солай удобно. Подставкаға қолдануға болады, е? Күшті екен. Негізі біздің үйде де бар еді ғандай. Осылай подставка үшін артында еще несі болып еді ғой. Ұстап тұратыны. Наклейка мысық. Асылназ бізде мысық жақсы көреді. Қазір біз кино қойып қойын, да? Давай көрейік, қалай көрінетін. Достар қарсаңдар, не деген еңбек мынау. Мына жақта, в общем, коробкадан жасаған ғой. Бірінші рет жасағанымыздан бір түрлі болып шықты. Оның үстіне бұл Мұхаммедтің қолына тиген ғой. Сет ұстайтын осы екі антеннаға байланысты ғой. Негізі астында подставка бар ғой. Картонда ұстамады, пластилинге ұстамады, дым ұстамады. Бұны енді стенаға былай қойып қойсаңдар, астынан су өтпейді телефонның. Посуда жуғанда бізде қыздар ыдыс жуған кезде өйстіп история қойып көреді ғой. Соған күшті екен, оформениесі күшті екен. Коромилар, в общем, мынау. Тәттілер. Міне. Давай көрейік қан. Басы керек емес. Көрейік қалай көрінетін. Вау, күшті екен. Сен большой экраннан телевизор көріп отқан сияқты болып кетесің. Круто. Милый. Кто молодец? Я молодец. Асылназ молодец. Күшті. Келесте одан да күштісін жасап берем мамам. Иә, үлкенде опам молодец Асылназдың. Осында еңбегін бағалап, достар, лайк бас, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер бос уақыттарыңызда не жасайсыздар, соны жаза кетіңіздер. Біздің, в общем, 2 күндік демалысымыздың жарты күні осындай өтеді.
Все бөлек. Сәлем достар. Видео ұнады ма? Ұнаса пікір қалдырып, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Пока.